Данный фильм предназначен для просмотра взрослым и детям, достигшим 14 лет. Бүгін кешке шайыңды ішпедің ғой. Енді ұйықтай алмайтын болдың. Шіркін. Сол үшін ұйықтай алмасам ғой деп отырған шығарсың. Атана болу сондай қиын іс, Фехиме. Оның рас. Бүгінге дейін талай түндерді ұйқысыз өткізіп едік қой. Алайда бүгінгі түн жүрегіме ерекше сызат түсірді. Ештең етпейді. Бұдан бетер де болады. Ойлама, Хусейн. Қараш, 5 жылдан кейін Кемаліміз үйге оралды. Кемалі ойланбай әрекет етпейді дейтін сен емес пе? Бұл жолда солай шығар. Біз не білеміз? Сен уайымдама. Мен де соған қынжылам. Мен ұлымды солай тәрбиелеп бедім. Ол адамдарда не шаруасы бар? Жолда кездессе, бұрылда кете бер. Жұмыс барысы болса, жұмысың аяқталғаннан кейін кері қайт. Олымның олардың жанында жүруі мені абыройсыздыққа душар етеді, білесің бе? Олардың отбасымызды масқаралағанын ұмытқаны, біздің бастан өткергенімізді ұмытқан емей немене? Доғар, Хусейн, өтінем. Олым үйге қайта оралды. Жалынам, араларың ашылмасын. Кешеде бүгінде олым көз алдымда жүрсін. Ешқайда кетпесін деген сен емес бедің. Оған ренжісең, отырғызып алда сөйлес. Құлағын бұра. Тек одан теріс айналма. Қайырлы кеш, не қып отырсыздар? Қайырлы кеш. Жолдан кездесіп қалдыңдар ма? Иә, жағалауда. Жақсы, ішке кіріңдер, мен сендерге ыстық шай демдейін. Жүріңдер. Мен әкеммен бірге сыртта отырып шем. Ал сен қал. Отыр. Кемал. Мен бүгінгі дейін ұлдары әкесіне ұқсайды деп ойлап келдім. Өзімде әкем сияқты шаштараз болдым. Менің ұлдарымда маған ұқсайтын шығар деп ойлайтынмын. Тарық менің жолымды қуды, шаштараз болды. Бірақ Алла куә, сенің маған ұқсағаныңды өзім де қалаған жоқпын. Өйткені сен мен үшін бір төбесің, ұлым. Кемалім жоғары оқу орнында оқиды, үлкен адам болады. Оның қолынан келет дедім. Ол қолына қайшы мен тарақ ұстайтын бала емес дедім. Міне, мен ойлағандай үлкен адам болдың. Соның үшін сені мақтан тұттық. Алайда, біздің көңілімізден еш шыға алмадың. О не дегеніңіз, әке? Өйткені біз сенен басқа нәрселер күттік. Сен жетістікке жеткен сайын Кемалдың қолынан келеді. Кемал бізді ренжітпейді. Кемал қателік жібермейді дедік. Бүгін кешке сенен қатты көңілім қалды. Менің Кемалім бұлай істемес еді.
Әке, мен сізді ұялтатында ештеңе бүлдірген жоқпын ғой. Ол адамдар сенің намысыңды таптады, жүрегіңді жаралады. Солардың кесірінен, туып өскен жеріңнен, ел жұртыңнан бездің. Шаңырағымызды ортасына түсірді. Анасы мен әкесін ұлынан айырды. Өтірік бе балам? Қалай болды? Солай айтып отырмын. Қателессем айтшы. Жоқ, әке. Қателесіп отырған жоқсыз. Бірақ мен де қателескен жоқпын, әке. Мен жай ғана үйіме оралған жоқпын. Қуғын сүргіннен оралдым. Енді қайтып орала алмайтын шығармын деп ойлап ем. Көрден бетер қараңғылықтан ешқашан шықпайтын шығармын дегенмін. Бірақ шықтым. Қалай шыққанымды білесіз бе? Сіздің ұлыңыз болғандықтан шықтым. Сіз уайымдамаңыз. Менің олардың алдында жүзім жарық. Ештеңеден қорықпаймын. Олардан не үшін қорқуым керек? Олар менен қорықсын. Үрейсіз өмір сүруді үйрендім, әке. Өйткені мен сіздің ұлыңызбын. Маған бұларды сіз үйреттіңіз. Шынымен үйреттім бе? Үйреттіңіз. Жақсылық пен жамандықты ажырата білуде батыл болуды үйреттіңіз. Сіз де ештеңеден қорықпаңыз. Бұдан былай Нихан көз жоғлы мен үшін ешкім емес. Ол өз таңдауын жасады. Эмир көз жоғлының әйелі болуды таңдады. Бітті. Айтқандарыңа иланғым келеді, балам. Солай болса екен.
Сен кімсің? Мынаны маған алып келдің бе? Оны қалай алайын? Тоқтай тұр. Міне, бұлай. Маған берші. Алдым. Рахмет. Не істеп жүрсің мұнда? Ессіз. Сені сағындым. Мынандай уақытта ма? Иә. Сағаттың тілін маған қалдырып кеттің бе? Қалай қарасам да сені көрсетеді. Қыздарды қалай қарай ұшырсаң да, маған келетін шығар. Кемаль, саған бірден айтайын ба? Хабар жіберудің басқа да оңай жолдары бар. Мәселен, телефон арқылы. Сені кезіктіргелі бері оңай жолдарды ұмыттым. Қазір менің басым басқаша жұмыс істейтін болған. Салих екеуің көп ішіп қойғансыңдар ма? Мұнда келгеніме қарағанда... Батылдық суын ішкен екенсің ақыра. Жүр, біздің үйдегілеріме таныс. Сонымен іс бітсін. Таныс алмайым. Неге? Мен есігінен кіре алмаған үйге терезесінен кірмеймін. Ол күндерде келеді. Мұнда тек қана құс болып келе алам. Сен маған сенбейсің бе? Ол күн туады деймін. Біздің үйге есіктен кіретін боласың. Сен айтсаң, әрине. Сенем. Мұнда кім бар? Жасырын. Қайда? Мұстафа мырза? Нихан ханым? Бірдеңе болды ма? Жоқ ханым, дауыстар естідім де... Мен серуендеуге шыққанмын. Жүрдім. Айтарлықта ештеңе болған жоқ. Сіз ештеңеге алаң болмаңыз. Қайырлы түн. Қайырлы түн, ханым. Кемаль, қайдасың? Кемаль. Мәжнінге қысап кеттің ғой, ішімдіктің әсері ме? Бәрі сенің кесірің. Сен мені тура жолдан тайдырдың. Енді ешқашан түзелмеймін. Алло, Лейла. Әлі айнаның алдында тұрсың ба? Бұл бейне қоңырау ма? Даусыңнан бірден түсіндім. Қане тездеп, өзіңе өзің тамсана берме. Тезірек бар да кел, біздің шаруамызды ұмытпа. Жақсы, 4-те саған барам, бірге шығамыз. Жоқ, керек жоқ. Мен үйде болмаймын. Сен уақытында кел. Паромнан кешікпесең болғаны. Жақсы. Кемаль, Иә? өтінем ашуға берілме.
жүрегіңе де құлақ тұр. Көріскенше. Көріскенше. Ұлым, кетіп барасың ба? Иә, апа. Асу хабарласып жатыр. Жақсы, жолың болсын. Асу, қазір қолым бос емес, кейін хабарласайын. Не болды? Бір жаққа асығып тұрсың ба? Көз жоғылар қонаққа шақырды. Серіктесің ретінде мен де барамын. Асу, қайдан шықтың? Маған олай қарама. Алдын ала ескертсем тосын сый болмай қалар еді. Шынымен де тосын сый болды. Хош келдің. Рахмет. Келе жатырым. Мен бұған алданбаймын. Жүр кеттік. Апаң сені алмай келуші болма деді. Жүр. Жүр. Кемаль Сойдері. Мынадай қонағасыға тым жұпыны киініп келген жоқпын ба? Сенің сұлулығыңа теңгелері біреу бар ма? Мынадан кейін Асу, неге келдің деп қалай сұрайсың? Сен сияқты тілі балдай адамды қайдан табам? Ауылдық Ханзада келді. Әрі жалғыз емес. Сәлеметсіздер ме? Кемаль Мырза, ең ғажап тосын сыйыңызды бүгінгі әдейі сақтадыңыз ба? Таныстырайын, Асу Алдажыхан. Ол мұнда қонақ ретінде емес. Серіктесім ретінде келді. Эмирко Жоғла. Танысқаныма қуаныштымын. Сіз Хаққы Аладжаханның кімі боласыз? Немере қарындасымын, Өндер Мырза. Тамаша, қош келдіңіз. Кемаль Мырза, қош келдіңіз. Рахмет, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Вилдан Сезин. Сырттай бәріңізді білемін. Tanıyorum sanırım. Озан, Бұл мен. Нихан, Ясмин, әулеттің досымын. Hoş geldin. Қош келдіңіз. Таныстыру салтанаты аяқталса былай барайық. Әрине. Сенікі жай жүрмеген, құрбысын алып келіпті. Белінен ұстап алыпты. Серіктесім деді. Жолым ашық деген келе ме? Жоқ. Кемаль тыйым салынған аумақ. Мен ала алаң. Бірақ Нихан, қараш өзін. Нағыз қиялдағы Ханзада ғой. Саған не болған? Қызғанып кеттің бе?
Жоқ, қайдағын айтпа. Ағаңыз сізді сахнаның сыртында сақтап қателік жібергенін біле ме екен? Біз бұл шешімді ешқашан талқылаған емеспіз. Кемал біз үшін ерекше жан. Менің ақылшым. Ол бәрімізге жол көрсететін шам іспетті. Шынында сендер менің бағымсыңдар. Қол шамы болып тұр ғой. Қарның ашты ма? Өзім алайын. Сізге қайранмын. Аладжахан холдингінің шыңына шығатын ең қысқа жолды тауыпсыз. Маңайыңыздағы адамдардың бәрін өзіңіз сияқты көруден жалыққан жоқсыз ба? Қисық айнадан қарайсыз. Бәлкім мен сіз қорқатындай құбыжық емес шығармын. Кәне, батыл болсаңшы. Сен оздан сезен емессің ғой. Не істеген келсе істесеңші. Байқайым, бүгін бәрі жүрек жұтқан батыр болып кетіпті. Бірақ мен мұны ұмытпайым. Жадыма жазып жүрмін. Рахмет. Сіз де Зоңғылдақта тұрасыз ба? 5 жыл бұрын Лондонда тұрғанмын. Оқу аяқталғаннан кейін қайта оралдым. Бір жола қалдым. Содан кейін кете алмадым. Қалуыңыздың салмақты себебі болып тұр ғой. Әрине. Мен сіздерді серіктес шығар десем. Ол менің серіктесім, жолдасым, досым. Ол мен үшін ең қадірлі жан. Ол жоқ жерде өзімді жалғыз қалғандай сезінем. Тек бұл айтқандарымды түсіну үшін Кемалды жақыннан тану керек. Бүгінгі қонағасына шақырғандарың үшін сіздерге сый алып келдім. Көп рахмет. Менің талғамымдағы жігіт. Сенің талғаңнан шықпайтын жігіт бармыз? Қысқарт, жүр. Эфсане, үйге алып бар. Қалсын, не екенін көргім келіп тұр. Тек сыйлық Нихан ханымға. Шаңырағыңыздың отанасына. Қызығушылығым одан бетер артты. Рахмет. Сыпайы екенсіз. Сен талантты суретшісің. Солай ма? Енді ғана көзің жетті ме? Суретіңнің шынайылығы сонда. Мұны сатып алу үшін адамдар кезекке тұратын болады әлі. Жоқ. Неге жоқ дейсің? Біз істесеміз бе? Бұл сурет ақшаға сатып алу мүмкін емес. Оның үстіне оның жалғыз иесі бар. Ол кім? Сенсің, ақмағым. Рас айтасың ба? Үйіміз келіп қойғанға дейін саған аманаттап тапсырам. Біздің үйімізге ме? Көзіңнің қарашығындай сақта. Өмірімнің соңына дейін. Мынау сенің алғашқы суреттеріңнің бірі. Қашан байқайды екен деп күтіп тұрем. Сіздің алғашқы суреттеріңіздің бірі, дұрыс па? Дәл солай. Мен білген жоқпын. Оны Нихан бірнеше жыл бұрын қайырымдылық қорына тарту еткен болатын. Мен де бірнеше жыл бұрын алдым. Қазір емес. Сол күннен бері сақтап жүргенсіз бе? Қазір емес. Сол күннен бері сақтап жүргенсіз бе? Алғашқылар ұмытылмайды емес пе?
Сондықтан мен де тұрғанша өзіңіз алып, үйіңіз келіп қойсаңыз дұрыс болар. Неткен сыпайылық. Сізден мұндайды күтпеген едім. Мен туралы теріс пікіріңіз мені сізден үнемі бір қадам алға қояды, Эмир мырза. Тамаша. Маған да лайық қарсылас табылғанына қуаныштымын. Рұқсат етіңіздер. Қазір келем. Мен жол көрсетейін. Әжетхананы өзі де табалады. Ол жігітке ешқандай сезімің жоғына сенімдісің бе? Бос сөйлеме. Шынымен қызғанып жүрсің. Ясмин, бүгін маңызды жұмыстарым бар деп едің ғой. Мұнда бөгілмесең қайтеді? Сыпайылап шығарып салғың келе ме? Жоқ. Мен үшін мұнда қалудың керегі жоқ деймін. Солай болсын. Жоғарыда солға мырза. Неге өтірік айттың? Ол бүгінгі дейін Ниханның алғашқы суретін сақтап келген. Үндемеш, Құдай үшін. Не болып жатыр, Вилдан? Тыңдаш, қонақтар кеткен соң бәрін айтып берем. Келістік пе? Сіздің орныңызда болсам, сұлу көрініс тамашалағым келсе, айнаға қарар едім. Өзімді жақсы көрсем, айнаның алдында отырар едім. Өзіңізге менің көзіммен қарамаған соң солай ойлайсыз ғой. Қандай ойын? Ешкімге айтпай ескі әндерімізді еске аламыз ба? Біз ескі әндерімізбен әлде қашан қоштасқанбыз. Ал бұл сурет саған кешігіп келген той сыйы. Менен не қалайсың, Кемал? Суретке бола сонша әсірелеудің қажеті жоқ. Оның үстіне әр суретші алғашқы туындысының өзінде болған қалай демес пе? Енді сенімдімін. Сен мұнда тек қана менің жүрегімді ауырту үшін оралдың. Сені жүрегімнен жұлып алып тастағандықтан оралдым. Рұқсат етіңіз. Менің жүрегімнен жұлып алып тастағаның рас болса, кет бұл жерден, Кемал. Кет. Көзіме көріне берме. Менен аулақ жүр. Соңымнан келген сенсің. Маған жақын жүру үшін бәрін істеуге дайынсың. Әлгі қыз да сенің ғашығың емес. Мұнда мені қызғандыру үшін алып келдің. Нихан бөлмесінде ме? Көрген жоқпын, мырза. Сен мені әлі сүйесің. Сенсіз өмір сүре алмайым, Нихан. Осыны естігім келді ме? Сенің қиялыңдағы Кемалды 5 жыл бұрын көміп тастағанбыз. Онымен бірге бәрі кетті. Ол туралы айтудың да мағынасы қалған жоқ. Нихан! Онда не істеп жүрсіз? Телефонымды алу үшін жоғары шыққам. Кемал мырзаны көріп қалдым. Сыйлық үшін тағы да рахмет айттым.
жоқ. Қонақтарды күттірмейік. Бұлай риза болатыныңды білсем, галереядағы бүкіл суреттеріңді жинап алатыныңды білсем, галереядағы бүкіл суреттеріңді жинап алдың әкелер едім. Оның орнына суретшісін үйіңе қамап отырған жоқсың ба? Не болды, Салих? Не болған несі? Таңертеңнен бері қоңырау шаламын деп шалған жоқсың. Ағаңмен де сөйлесуге рұқсат етпедің. Саған не болып жүр? Әлде мен бірдеңе білмей жүрмін бе? Қойшы, Салих. Қайдағын айтасың ау? Қайдан білейін? Берген уәдеңде тұрмаған соң, әр нәрсені бір ойлап басым қатып кетті. Құдай үшін бос сөйлемеш. Ағам үйге енді оралды. Қайғысы бір басына жетеді. Біз қосылып мазасын алмайық дегенім ғой. Оның үстіне асығып қайтеміз. Бәрібір оқу бітіргенге дейін үйлене алмаймыз. Оларға біз туралы айтамыз, ол да бір қадам ғой. Үлкен қадам, айтып жүргенім сол ғой. Асыққан шайтанның ісі дейді. Мәселе жүзікте болса, жүзік алмаған адамның жүзі күйсін. Жарайды, мен асығыспын. Тұтқаны қоям, кейін сөйлесерміз. Тоқта, қайда асықтың? Семаға. Алдымен сүйемін деп айт, сосын қоям. Жарай ма? О, Құдайым, Салих. Сүймейсің бе? Жарайды, әйтеуір бір сезім бар, жете ме? Ашуыма тиме. Жақсы, сүйем. Жақсы, келгенше күтем. Жарайды, көрерміз. Ашуландыра берме, күтем деймін. Түсіндім, соғып кетем, көріскенше. Айта беріңіз. Сәлеметсіз бе? Мен Нихан ханымға келіп едім. Шеберханасында жоқ екен. Ол осында ма? Сіз кімсіз? Құрбысымын. Қонақтары бар ма? Иә, күте тұрыңыз, мен хабар берейін. Жоқ. Қоңырау шалып мазасын алмаңыз. Мынаны сауық кештері аяқталғаннан кейін беріңіз. Ұмытып кетпеңіз. Мұнда не бар? Не болсын, әртүрлі құжат қой. Оның үстіне менің келетінді біледі. Өз қолына тапсырыңыз. Бұл өте маңызды. Болмаса сен сөз естейсің. Біліп қой. Шетінен бастап алсаңыз дұрыс болар. Ескі әдіс қой. Сізден бұдан зорын күтіп ем. Мынау сенікі сияқты. Рахмет. Тамақтан кейін кетеміз бе? Ертемес бе? Әлде көңіліңізге тиетіндей бірдеңе істеп қойдық ба? Жоқ. Бәрін жоғары деңгейде ұйымдастырыпсыздар. Сіз мені жете бағаламай жүрсіз. Керісінше, мұқият бақылап жүрмін. Сізге сенейін бе? Сенбеңіз. Бизнес әлемдегі келіссөздер соқыр сенімге емес, заңды құжаттарға негізделеді. Дұрыс айттым ба? Ақшаның күш адамдарды қалай ойыншыққа айналдыратынын сіз менен жақсы білесіз. Тек дұрыс уақытта дұрыс жерде бола білу керек. Аңды шарасыз күйге түсіру үшін тамағынан мақтап қылғындырасың. Шырп ете алмай қалады. Біз түсінбейтін тілде сөйлеуді бастады. Олар бірін-бірі жақсы түсініп отыр. Рұқсат сұрап кете берсем, дөрекілік деп қабылдамайтын шығарсыздар. Не болды? Неге сүйіктім? Өзімді нашар сезініп тұрмын. Асқазаным біртүрлі ауырып. Жазылып кетіңіз.
Жаныңда болайын ба, қызым? Жоқ әке, әуре болмаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Таңертең басым айналып тұр деп еді. Сіздерден жақсы жаңалық күтіп жүрміз, Эмиржан. Сен бұл отбасын бұрыннан танисың ба? Оны қайдан шығардың? Жай сұрадым. Неге? Араларыңда бір шиеленіскен қарым-қатынас бардай көрінді. Эмир Кожоглу дегеннің әсері шығар. Нихан? Шеберханаға бара жатырмын. Кеш келем. Мен бірге барам. Жұмыстарым бар, қымбаттым. Бәрі жақсы ма? Иә. Нихан ханым. Не болды? Мынау Нихан ханымға келді. Жақсы, маған бер. Нихан әпке, алдын ала рахмет. Сенің арқаңда керемет агенттікке алатынына сенімдімін. Бетіңнен сүйдім, Зейнеп. Болды. Шаруам осымен бітті. Бірдеңе қажет болса айтарсың. Жарайды, қоңырау шалам. Үйгемен мырза. Тез айлаққа барайық, Месут. Паромға кешіксем, Лейла мені өлтіреді. Алло, айлаққа келе жатырсың ба? Жақсы. Жарайды, онда көріскенше.
Сұра, Месут, сұра. Ауыр күн болды ма? 5 жылда бірде-бір жеңіл күнім болған емес. Мұнда не істеп жүрсің? Лейла шақырды. Ай, Лейла. Ай, Лейла. Сені де шақырыпты. Жылдар бойы оны көрген жоқсың. Соған қарамастан бір қоңырауына бола жүгіріп келіпсің. Тамаша. Екеумізді де алдаған болып тұр ғой. Тұрмын, мырза. 4-тен 15 кеткенде аралға қарай паром қозғалды. Сол паромның бортына мінуім керек. Түсінбедім, мырза. Паром жүріп кетті. Сізді қалай мінгізем? Адамдарыңа айт, қанат тағып алсын да паромға мінсін. Содан кейін маған паромнан тікелей трансляцияға шықсын Туфан. Мырза, ждахатты қимылдасақ адамдарымызды Кадыкөй айлағына жеткізе алатын шығармын. Жеткізуге тиіссің, Туфан. Мырза, жақсы, кімді аңдығыңыз келеді? Кемальда. Жақсы, мырза. Ол жалғыз емес. Жандағы адамды аңдайсың. Нихантта аңдуға аласың. Неге деп сұрамайсың ба? Хақым бар ма, мырза? Неге сен?
Қалай ойлайсың, мен саған неге мұншалықты сенем, Туфан? Өйткені сізге ешқашан сатқындық жасаған емеспін. Бірақ болашақта сатып кетесің бе жоқ па білмейміз. Ал қазір адалдығыңды дәлелдейтін уақытың келді, Туфан. Мен саған алғаш рет маңызды шаруа тапсырып тұрмын. Егер орындай алмасаң, бір адамнан осы жайлы бір ауыз сөз естісем. Маған сеніңіз, мырза. Менен де, адамдарынан да бір ауыз сөз шықпайды. Ендеше уақыт кетті. Көзге көрінбейтін адамға айналасың. Қабырғаларда құлағың болсын. Мен олардың үстінен қарап тұратындай болайын, Туфан. Тыныш жатқан жыланның құйрығын басқанның не екенін көрсетейін. Бізді оңаша кездестіргісі келді. Лейланың қалауы бізді бетпе-бет жолықтыру. Лейла ескі әдетіне басқан. Есіңде ме? Өткенді еске түсіруге тырыспа, бекерге өкініп қаласың. Лейланың не ойлағаны барын білмеймін. Бірақ мұнысы қате. Оның орны сенің келетініңді білсем, мұнда аяғымды аттап баспас ем. Andaki mucize gibi gel. Günlerce gözünü diktim. Saksıda yeşeren ilk filiz gibi gel. Hani ilk kez gördün deniz. Oh, bir kolay karar, bir nefes. Meni жазғырмашы. Сен жанында тұрғысы келмейтін адамның бірі болғым келмейді, Кемал. Кемал, сен оралғалы бері. Жетер. Жетер, Нихан. Сен сияқты отбасы бар. Оның үстіне ана болғалы жүрген әйелге мұндай қылық жараса ма? Онда ештеңе жоқ. Маған нені түсіндіргің келеді? Не үшін ақталып тұрсың? А? Не түсіндіргің келеді? Не үшін ақталып тұрсың? А? Айтшы. Сен екеуміз арамыздағы мәселені әлде қашан шешіп тастаған жоқпыз ба? Айтсаңшы. Әлде шешпедік пе? Өткенге қатысты мен білмейтін басқа бірдеңе бар ма әлде? Қиналып кеттім. Мұның бәрі маған да оңай емес. Олай болса отыр да мен құсап сапардың аяқталуын күт. Маған келіп ұмытылған әңгімелерді қозғама. Саған не болған өзі, Кемал? Қалған өзі, Кемал? Қандай адам болып оралғансың? Жүрегім тас болып қатып кетіпті. Мен әлі сол қалпымдамын. Қолыңдағы тас үшін жүрегін тасқа айналдырған сенсің. Мен емес. Қайда екеніңді көрейік.
Қандай өтірік айтам деп ойланып тұрсың ба? Күйеуіңді бекерге уайымдатпа. Қоңырауына жауап бер. Жауап берсеңші. Мұны сенен естіп тұрмын ба? Үйге бөтен адам құсап келгенде, Эмирмен серіктес болғанда сен емессің бе? Күйеуіңнен жасыратын ештеңем жоқ. Сұраса айтып берер ем. Бір кездер әйеліңмен ашына болғанмын дер ем. Бәрін соншалықты арзандатып жібергенің не? Ал сен бағалысын ұнатасың, солай ма? Естеліктердің де құны бар. Кемал, осында тұрғанда сенің Эмирден қандай айырмаң бар, айтшы. Не айтып тұрғаныңды қараш. Ақша, билік, сен әбден құнығып кеткенсің. Мен сендер сияқты дүние қоңыз емеспін. Сен біз сияқтылар туралы да, мен туралы да ештеңе білмейсің. Білгім де келмейді. Сен салған жара терең болатын. Бірақ мен одан құтылдым. Үлгердік, Туфан мырза. Паром жақындап келеді. Бейне жазба, сурет, не түсіріп үлгерсеңдер бәрін дереу жіберіңдер. Көздеріңді бір сәтке дайырмаңдар. Алаң болмаңыз. Біз енді бір бүтін емеспіз. Бола алмаймыз да. Сен мені тастап кеткен күні бәрінің быт-шытын шығардың. Ниханды алып кетіп, Кемалді өлтірдің. Біз енді бір-біріміз үшін бөтеміз. Мені өткеннен де бүгіннен де іздеме. Өйткен менен жоқпын. Таба алмайсың. Қақпаны ашыңыз, ағасы. Қазір ашам, бір-екі минут шыдасаңшы. Олар паромда жоқ екен, мырза. Ауаға сіңіп кетті дейсің бе? Кәдік айлағынан сүттеп топшылайым. Сонда қайда кетуі мүмкін? Ендеше мен саған ақыл айтайын. Қайда жасырынса да. Табамыз, мырза, табамыз. Тез арада оларды табамыз. Телефоныңа сурет жібердім, көрдің бе? Иә, қазір басып шығардым. Ниханның қандай көрмесінен, кімнің сатып алғанын, қанша ақшаға сатылған бәрін анықтап беретін бол. Көп болады, мырза. Ол енді біздің қырсоңымыздан қалмайтын болды. Бұл өте қауіпті. Енді не істейміз? Түсінгенім, құпиян көбейген сайын салмағы жүрегіңе түседі екен. Уақыт өте келе ұмытылар дегенімен батып бара жатырмын. Өндер, аразабын шегемін деп, басты мәселені байқамай жүрсің. Эмир Кемалдың кім екенін біліп қоймауы керек. Білсе не болады екен? Ниханның қыз күнінде достар көп болды.
Жақсы, Емер оған ғашық, өте қызғаншақ адам. Түсінем, бірақ Түсінбейсің. Ниханның досы кім болғанын жасырып, біздің үйге қонақ боп келді. Бұл адамның пиғылы түсінікті. Өзі зардап шекті, енді бізге зардап шектіргісі келеді. Бәрі айдан анық. олай болса, Емердің біліп білмеуі Кемалға байланысты. Ол шындықты ашамын десе, біз зардап шегеміз. Яғни, біздің тағдырымыз Кемалдың қолында. Бұл істі ол адамның ұятына қалдырайық. Ал мен ешқандай қадам жасамаймын дейсің бе? Жоқ. Ертең Кемалмен сөйлесем. Ол мені тыңдауға тиіс. Айтқандарыма құлақ асады. Өзіңе соншалықты сенімдісің ғой. Бір кездегі сен сияқты маңғазданып сөйлеспесем болды емес пе? Жақсы, көрейік. Қолыңнан не келетінін көрсет. Иә, досым. Бүгін кешке ешкімге уәде берме. Ариф ағаға барамыз. Бас тарту үшін сылтау ойлап табатын болсаң, менен жақсылық күтпе. Келемін деп уәде бергелі қанша жыл өткенін білесің бе? Айтқаның бәрі дұрыс. Бәсе солай демейсің бе? Жақсы, бұл жол менің кезегім, кешіріміңді алам. Міндетті түрде. Жақсы, жақсы. Тыңдап тұрмын. Олар қайда? Іздеп жатырмыз, мырза, қазір табамыз. Картина. Картина әзірге ештеңе тапқан жоқ, мырза, іздестіріп жатырмыз. Туфан, өзіңді дәлелдеуіңе бір ғана мүмкіндік берілді. Мұнда не істеп жүрсің? Қайда болдың? Таза ұшытып келдім. Сонда қайдан жүрсің? Бәрі дұрыс па? Саған не болған? Кедергі жасап тұрмын ба? Жоқ, тек жұмыс істеуім керек. Мені күштеп барбекюге қатыстырмағанымда, әлдеқашан жұмысымды бітіріп тастар едім. Олай болса тағдырың екеуіңді оңаша қалдырайын.
кешке кездесеміз. Топ болып келіңдер, көңіл көтереміз. Маған бәрін ұмыттырасыңдар. Сен оны сүйгенсің. Сен оны сүйгенсің. Сен де осындасың ба? Ясмин, келгенің жақсы болды. Не болды? Ясмин келсін, кешірім сұрайым деп күтіп отырсың ба? Әрине жоқ. Кешірім сұрау ойыңа да келген жоқ, рас па? Нихан, біз бір-бірімізді алдай бастадық. Ясмин, өтінем, қазір ол туралы сөйлеспей-ақ қояйықшы. Жарайды, ақмағым. Бізге не болған өзі? Есіңді жи, құрбым. Кейде осындай сәттер болады. Нихан, бақытсыздық сені айна соқтап жүр, байқадың ба? Қабағың мүлде ашылмайтын болған, әсіресе Кемал келгелі. Бұрын ең болмағанда санаң сарсаңға түспеген еді. Мәжнүннен айырылған Лейладай қара жамылдың. Нихан, әлде сен Кемалға қайта ғашық болдың ба? Тыңда, кешке үйлеріңе барып тамақ ішпесеңдер өкпелеймін. Апаларың ертең менің үйіме келсе, бәріңнің құлақтарыңды бұраймын. Қазір тұра тұр. Сенде бар ма? Онда мынаны ал. Кемал, бағың бар екен, мұнда не болып жатқанын көрдің бе? Бүгін 4-ші қарашама, гүл тосабы мен торттар мерекесі. Менен ештеңе сұрағың келмей ме? Екеуміздің аралға саяхатымыз қалай өткенін сұрамайсың ба? Алдымен мына балапандарды жіберейін. Содан соң отырып сөйлесеміз. Айтатын әңгіме жоқ. Соған бола қараспанды төндірудің қажеті жоқ, Кемал. Маған қарап несіне тістенесің? Саған солай көрінген ғой, Лейла. Маған соғыс ашуға келдің бе? Соңғы рет сөйлесеміз. Бүгін кешке екеуміз ол жайында соңғы рет сөйлесеміз. Енді қайтып. Шарт қоюың қара. Әңгімені әзілге айналдырмаш, Құдай үшін. Жақсы, менікі қателік болды. Бірақ сендер бетпе-бет отырып сөйлеспейінше, бір орыннан қозғала алмайсыңдар. Жарты жолда қалып қоюға болмай. Жақсы білем, бұлай істегенім бекер болды. Бірақ есіңде болсын. Нихан екеуің бүгін не туралы сөйлесеңдер де, бір-бірің туралы не білсеңдер де, күндердің күнде әйтеуір бір көмегі тиеді. Көріскенше.
Мына кесекті жесем бола ма? Ала қой жаным. Өте дәмді ғой, иә? Тамақтың дәмін ажырата алатындардың бәрі осы тортты жақсы көреді. Ол да ең соңғы рет осы тортты жегісі келіп еді. Кімді айтасыз? Айтсам танисың ба? Жаным жәннатта болсын, апа. Кешке ас әзірлейін бе? Жоқ, бізге... Кешке ас әзірлейін бе? Жоқ, бізге 2 кофе әкел. Жақсы. Жетер. Не болды? Сенен сұрап тұрмын. Не естігің келеді, айта бер, Вильдан. Естігім емес, көргім келеді. 30 жыл өмірім сенің мағынасыз көздерінен өзімді іздеумен өтті. Өтірік пе, айтсамшы. Сен ешқашан мені түсінген емессің. Мені жаныңа жұтпаған өзің. Басымыздан өткенге тек қана мені кінәлаумен келесің. Жоқ! Сенің маған ешқашан көңілің толған емес. Бірақ менің барым осы, Вильдан. Басқа қолынан ештеңе келмейді. Менен ештеңе күтпе. Мұның не? Мені бір кезде осы қалпымда қабылдағансың. Ол кезде қандай болсам, қазір де сондаймын. Есіңді жи. Сенің сандырағыңды тыңдайтын халде емеспін. Сенің сандырақ деп тұрғаның менің өмірім. Бұл өмірде менің бөтен адамға айналған, әйеліммен шайқалған шаңырағым бар. Күйеу баламның мазағына айналған қызметім бар. Қандай қасіретке душар еткенімізді білмейтін 2 перзентім бар. Бізді қарғыс атты. Біз қазір өмір сүріп емес, қарғыс арқалап жүрміз. Жоқ, мен де сүйдім. Одан артық сүйдім. Бұл өмірге мен лайықпын. Мен сені қаладым, және қалағанымды алдым. Менікі дұрыс болды. Бұлай істегенмен өкінбеймін. Бір күнде өкінбеймін. Мұнда не қып жүрсің? Телефонымды алуға жоғарыға шығып едім. Кемал мырзаны көріп, сыйлық үшін тағы да рахмет айтайын дедім. Оқасы жоқ. Табынушысымын. Яғни туындыларының. Әрі тұрыңдар. Не болды? Кетіңдер, шығыңдар. Шық! Жоғалыңдар!
Жоғалыңдар! Жоғалыңдар! Бізден 20 лираға сатып алған балықты бұлар 150 лираға сатады екен, ұятсыздар. Мен ол ақшаға 3 рет дастархан жаямын ғой. Не болды? Мұндай әңгімелерімді тыңдауға ұялып отырсың ба? Қайдағын айтпа. Қайдан білейін? Ойың басқа жақта сияқты. Шаршадым, достым. Шаршадым. Қазір басылап. Басылғанда қандай? Бүгінгі әңгімеміз ерекше. Ол не? Қандай маңызды әңгіме айтайын деп шақырдың? Алдымен мынаны алып жіберейік. Рахаттанып тұрып, шаршағанымызды басайық сен үшін. Зейнеп те мейрамханаларды жақсы көреді. Жас қыз ғой әрине, еліктейді. Қазір жастар теледидардан көргеннің бәрін істегісі келеді. Мен қарындасының ондай болғанын қаламаймын, Салих. Қандай болғанын? Барға риза болуды үйренсін. Өз бақытын күмәнді дүдамал адамдардан іздемесе екен деймін. Он мен не деген келеді? Білмеймін. Мәселен өзімен жоғарғы оқу орнында бірге оқыған, не бірге жұмыс істеген адамға жолықса дегенім ғой. Өз сияқты мұғалім болса. Тең-тең мен демейме. Ағасы құсап қателікке бой алдырмаса екен деймін. Оқығанмен, бай-баймен, кедей-кедеймен тең дейсің ғой. Басқаша болу мүмкін емес. Басымнан нелер өткеніне өзің куәсің. Мүмкін еместі мүмкін ете алдым ба? Бақытты болуға тек махаббат жетпейді екен. Біз сияқтылар жарал жүрегін ұстап қалады. Сол үшін айтам. Досым, махаббат қасіретін тартқың келмесе, әркім өзінің теңін тапқан абзал. Әркім. Бақ шіркін. Сенен мұндай сөз естеймін деп кім ойлаған? Бұрынғы Кемал мұндай мед? Екі адам бірін-бірі шын сүйсе, барға қанағат етет деуші еді. Теңдік жайын сөз қылмаушы еді. Екеуміз де сондай едік қой. Енді не болды? Сондай болғанбыз, достым. Соған сенгенбіз. Бірақ өмірдің өз заңы бар екен. Соған көзім жетті. Өмір басқа екен. Нихан, қызым, Әке, сөйлесеміз бе? не жайлы? Кемал туралы. Ол жайында Эмирмен сөйлеспедіңіз бе, әке? Маған қатысы қанша? Оның Эмирден көрі саған көбірек қатысы бар екен. Яғни қатысы болған екен. Мен енді білдім. Апам айтты ма? Оны сенің өз аузыңнан естісем дұрыс болатын еді. Неге маған ертерек айтпадың? Айтатын ештеңе жоқ, әке. Бәрібір қолымыздан ештеңе келмес еді. Бірақ сіз уайымдамаңыз. Менің жағдайым жақсы. Қалай уайымдамайын? Онымен ұзақ жылдан кейін қайта кездестің. Мейлі. Уақыт өтті, жара жазылды. Дегенмен ол жайында сөйлескіңіз келсе, сөйлесейік. Бірақ сіз үшін де, мен үшін де сөйлескеннен еш пайда жоқ, әке. Жақсы қызым. Қалауың білсін. Иә, жаным. Мынау саған келіпті, мен алдым. Бұл не?
Есімнен шығып кетіпті ғой. Бұл қызға уәде беріп қойып едім. Ол кім? Неге уәде беріп жүрсің? Бір құрбым. Ал мен неге танымайым? Біз жиі кездеспейміз. Жақсы. Суреттерін саған неге жіберген? Актриса болғысы келеді. Мен оны белгісіз агенттіктерге барып шаршамасын деп Фатиха жолдайтын болдым. Есімнен шығып кетпей тұрғанда хабарласайын. Алло, Фатих, қалайсың? Рахмет, мен де жақсымын. Фатих, менің бір құрбымның актриса болғысы келеді екен. Саған оның суреттерін жіберсем, сен осыны қолға алуға қалай қарайсың? Тамаша, өте жақсы. Жарайды онда, мен саған нөмерін жіберейін. Көп рахмет. Сүйдім. Сау бол. Иә, келісті ме? Ертең кездесу белгілейін дейді. Міне, тағы бір адамның сауабын алдың. Қойшы, әзілдеме. Бұл жолы айым оңынан туады. Көресің осыдан. Ой, Зейнеп, өзіңе сондай сенімдісің ғой. Нихан көз жоғылы жайында айтып отырмын. Кім екеніне назар аудар. Жақсы. Сен әкелеріңді қалай көндіресің? Ол жайында ойладың ба өзі? Алдымен мен алсын. Содан кейін оның да бір амалын табамыз. Иә, табасың. Оған қоса Салихтың да тілін табарсың. Тек ол келсін бере ме жоқ па білмеймін. Сен сонда, мен танымал болып кетсем, Салих менен теріс айналады деп ойлайсың ба? Айтасың ау. Салих, есер соқтың нағызы. Ол сенің рөл сомдайтыныңа қарамас, түсірілімге жетіп барады. Ешкім айыпқа бұйырмасын. Мені осы күйімде қабыл алғысы келсе, алсын. Алмаймын десе, жол ашық. О, сен Салихпен қоштасып үлгердің ғой, құрбым. Ертең не болатынын бір Құдай білсін. Сен ақын баттым. Екеуміз менің болашағымды сөз етіп отырмыз. Мен бір жігіт үшін мансабымнан бас тартатын қыз емеспін. Ғафу етіңіз. Не? Мынаны қара. Досым, тамағына масайды. Басқасына тапсырыс берейік. Алдыма бүкіл тамақтарын әкелсе де жей алмаймын. Тәбетім қашып кетті. Неге? Солай болды. Доғарым, не болғанын айт. Екеуміз де азапқа салмай түсіндір. Айтарын тезірек айта үйге қайт деген келіп отыр. Салих. Мен досымның жат жерден оралуын жылдар бойы күттім. Ал досым менің сырымды тыңдауға бір сағатта уақытын бөле алмады. Салих, оның қажеті қанша? Өтірік пе? Сен Зоңгулдаққа менің досым болып кетіп, бастық болып оралдың. Арамыздың алыстағанын байқамаған мен екем. Әркім өз жолын тауыпты. Оқығысы келгендер оқыған, жұмыс істегісі келгендер жұмыс істеген. Мен ғана балықшы болып қалыппын. Кешір, ол да сенің арқаң екен ғой. Бос сөйлеме, Салих. Қайықта жұмыс істеп наның тауып жүрген өзің ғой. Әрине. Біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді. Мен енді ешкімнің тең емеспін. Тіпті бала күннен бірге өскен досым да менсінбейді. Айтқан сөздерінің саған қандай қатысы бар? Жарайды, маған мән берме, назар аударма. Мынандай жерлерге келсем, аллергия ұстап қалатыны бар. Досым, отырсаңшы, қайда барасың? Өзіме лайық жерге. Ал сен назар аударма, отыра бер, ас болсын. Салих. Сіңдер ғой. Жақсы, тамаша. Өкінішке орай жақсы жаңалық жоқ. Сен дұрыс айтыпсың. Кемалдың қайғысы бір басына жетеді. Қазір біздің тақырыпты қозғайтын уақыт емес. Мен де артық сөздер айтып қойдым. Не? Не дедің, Салих? Неге айттың? Не деп айттың? Тоқта, ештеңе айтқан жоқпын. Біз туралы сөз қозғаған жоқпын.
Айттым ғой. Yani. Ағамды жақсы білем ғой. Қатты қиналып жүр. Қазір ол жайлы айтатын уақыт емес дегенім қайда? Қош келдің ұлым. Қалың қалай? Жақсы апа. Ағам, Не болды? кейін хабарласам. Сау бол. Телехикаяны дыбыстаған Прим жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Телерадиокомпания 31 канал жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша.